Ассалаумағалейкум, құрметті ақтөбелік оқырмандар, тұрғындар, жалпы қонақтар. Осы Аңсар ақпараттық талдау орталығының ұйымдастыруымен осы қазан айының 22-сінен бастап желтоқсан айының 16-сына дейінгі салт дәстүрге, халқымыздың ұмытылып кеткен дәстүрлері, ата-бабамыздан қалып кеткен күнделікті айтылып жүрген мақал-мәтелдеріміз, тұрмыс тіршілікте жасап жүрген, көріп жүрген, үйретіп жүрген салт дәстүрлерімізді дәріптейтін, өте тәрбиелі, өмірімізге де осы қоғамымызға да көптеген жақсы тәрбие беретін, өнегелі болатын көптеген тапсырмалары бар. Сол тапсырманың екінші тапсырмасында қонақ жайлылық, халқымыздың қонақ жайлығы жайында айтылған, осы көптеген ата-бабаларымыздың, өзіміздің айтылған сөздерімізге дінмен ұштасқан, дінмен байланыстырып, сол жайлы, сол тапсырмаға байланысты, екінші тапсырмаға байланысты осы жеңімпаз атанып отырмыз. Сіздерге де осы көп естімей жүрген, көре алмай жүрген, оқымай жүрген, әлі де сіздердің де қатысуға көп мүмкіншіліктеріңіз бар деп айтқымыз келеді. Өте қызықты, өте ізденген сайын өзіңде сол білген нәрселеріңде алдынан шығады, білмеген нәрселеріңді де толықтырасың. Әрі оқырмандарымызда осы кітапқа деген құлшылықтары, салт дәстүрге деген ынта жігерлері, бұрын сол тарихта да қалып қойған, әлі де осы діндегі тәрбиемен бірге байланыста болған көптеген салт дәстүрлеріміз бар. Соны қарай отыра, іздестіре отыра, көп мәдениетімізді, тәрбиемізді қайталаймыз. Сіздерді де осы байқауға қатысуға шақырамыз. Және осындай қазақ мәдениеті және ислам құндылықтары деген Ершат Оңғаровтың кітабын сыйлап отыр бізге. Өте қуаныштымыз. Қазір көбінесе жастардың әлеуметтік желіде, Инстаграм дейміз, ВК дейміз, WhatsApp желілерінде көп отырады. Бірақ дегенмен осы кітапқа деген құлшыныстары, өзіміздің осы тарихымызды ұмытпасақ, соған деген өзіміз қазақ халқы болғаннан кейін, қазақ халқының осы салт дәстүрімізді, мақал-мәтелдерімізді, жалпы жақсы, өнегелі, тәрбиелі осы ерекшеліктерімізді ұмытпасақ, оқысақ, білсек деген ниеттемін. Және бұл байқау Инстаграм парақшасында жарияланып отырады. Бір аптада бір рет тапсырма беріліп отырады. Сол тапсырманы орындап, қатысып, сіздер де жеңімпаз атануыңызға тілектеспін.